Сәлеметсіздер ме достар? Бізге жазылды және де бір ғана лайк демесін басып ұмытпаңыздар. Солтүстік Қазақстанда 100-ден астам жылқы мұз астына түсіп кетті. Атырау ауданы Әлжан ауылының 100-ден астам бас жылқысы мұз астына түсіп қалып кетті. Жылқы 45 адамға тиесілі деп хабарлайды Қазақстан.кз. Бірнеше күн іздеген жылқы Баршы өзенінен табылды. Бақпашы болмағандықтан өзенге барған. Жұқа мұзды ойлап жылқы түсіп кеткен деп хабарлайды облыстың ПМД баспасөз қызметі. Айта кетері, облыстық полиция суға түскен жылқылар саны 50 деп отыр. Бізді тамашалауды жалғастырыңыз. Жылдам хабарнама. Ассалаумағалейкум, құрметті көрермен, бізді тамашалауды және де бір ғана лайк демесін басып ұмытпаңыздар. Шығыс Қазақстан облысында жүк пойызы 8 жылқыны қағып кетті. Таң атып келе жатқанда жүк пойызының машинисі өткелде бір үйір жылқының байқап қалып, шұғыл тежегішті басқан. Өкінішке қарай пойызды тоқтатып үлгермеді. 8 жылқыны қағып өлтірді. Үйір елсіз даланы кезіп кетіп, бақылаусыз қалған. Мал иесі анықталып, оған 15 миллион теңге айыппұл салынды. Бізді тамашалауды жалғастырыңыз.